Сәлем достар, сендермен бірге біз айқайлайық жобасы. Ja dostlar, бүгін бізде қонақта әрине ерекше жан. Өздеріңіз байқап тұрғандай, бүгінгі біздің шамдарымызда басқаша түс жанып тұр. Оның себебі бар. Себебі бізде бүгін қонақта өзі керемет актриса, Шаншар Әзіл Оспақ театрының керемет актрисасы, біздің өзіміздің досымыз. Әрине ол кім? Ол Күннұр Қалмұрзаева. Достар, бүгін бізде қонақта. Қошемет. Күннұр, қош келдің біздің шоуымызға, біздің бағдарламамызға. Жалпы енді ойынның ережесімен жалпылама түсіндіріп өтейін. Қазір енді біз бесеуміз жалпы бір команда болып есептелеміз. Саған берілетін 7 сұрақ, сол 7 сұрақты бәріміз бір-біріміздің, ең қызығы бір-бірімізді естімейміз. Бәріміз қатты музыка қойып тұрады, сен бізге сол сұрақты түсіндіруің керек. Жауабын білсең, жауабын түсіндіру керек, жауап білмесең, сұрақты түсіндіруің керек. В общем, 1 минут біткеннен кейін біз мына жерге жауабын жазуымыз керек. Әйтеуір міндетті түрде бірдеңе жазуымыз керек. Мысалы, бесеуміз бірдей болатын болса, бізді сол дұрыс жауап болып есептеледі. Егер де, мысалға, дәнекер дұрыс жауап бермей қалған 4-өміз дұрыс жауап берсек, бітті, ол есептелмейді, ол күйді деген сөз. Әр дұрыс жауап берген, мысалға, сұраққа бізге 1 минут бонус болады. Ол кейін супер ойында ол керек болады, оған кейін супер ойын жайлы кейін түсіндіре жатармыз. Дұрыс жауап 1 минут. 1 минут бонус болады мысалға. Сұрағы жауап бәрі 1 минуттың ішінде. Және біздің бір дұрыс сұрағымыз ол 100.000 теңге. 100.000 теңге. 100.000 теңге. Жалпы сізге бүгін 7 сұрақ жасырылатын болады. Егер жетеуінті бәріміз бірге команда болып табатын болсақ, 700.000. Ал супер ойында 500.000 ойнау. Тағы 500.000. Тағы 500.000 ойнау. Ақша бересіңдер ма? Бөліп аламыз ба бесеуміз? Иә, бесеуміз бөліп аламыз, дұрыс табатын. Біздің жобамызды бүгін қолдап жатқан ол Мейрам Академиясы. Соған алғысымызды айтамыз тағы да. Жалпы Күннұр, қалай көңіл күй? Өте жақсы. Сезім. Керемет. Бүгінгі әсер. Жақсы ма? Көңіл күйім тамаша. Енді қазір былай істейміз. Құдай қаласа, егерде бәріміз дұрыс жауап тауып отсақ, соны іспен істейсіз. Іс-қимылмен. Яғни қуанышты бір іс-қимылмен білмеймін бір нәрсе. Сұраққа дұрыс жауап берсек, біз қуанышымызды білдіртуіміз керек. Сіздің сол іс-қимылыңызды біз бәріміз командамыз ғой. Бірдей істейміз, сөйтеміз, қуанышымызды істейміз, білдіріп, деп тойлаймыз. Мен ойлап табамын. Егерде жаңағындай арасында біреу сондай болып шығатын болса, ол кезде жаңа мұң, қайғы сияқты бір іс-қимылды онда білдіресіз, соны не істейміз, қандай іс-қимыл айтасыз? Қуанған кезде егер дұрыс тапсақ билейміз. Бәріміз бірге. Оң қолды раз. Ал егерде жоқ болса, ұтылса қалай істейсіз? Осы боласыз не? Қыздар болса бір тәлпіштенсеңдер. Бүгін 7 рет болмасын бірақ енді. Жарай ма? Саған сен отырмыз. Енді Күннұр, біздің енді жалпы осы жобамыз, осы айқайлайық. Бұл біздің студиямыздағы интеллектуалды әрі сондай қызықты жобалардың бірі болып есептеледі. Ең бірінші бұл жерде сұрақ. Қиын сұрақ бар, оңай сұрақ бар, орташа сұрақ бар. Ең бастысы ым-жымымыз бір болу керек. Бесеуміздің де сұрағымыз бірдей болу керек. Сонымен айқайлайық жобасы. Жауабымыз бірдей болу керек. Біріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін. Сондықтан да айқайлайық жобасы Күннұр ханыммен бүгінгі бірінші сұрақты жауабын біз іздеуді бастаймыз, достар. Кеттік. Босаш! Қыз, әйел, қыз, ақша. Қалың мал. Қалың мал. Алтын бал. Қымбат. Екеу. Қызға қалың мал. Алтын бал. Бізге де айтсаңыздаршы. Қалың мал. Қалың мал. Қалың мал. Қызға қалың мал. Қалың мал. Жауап па қалың мал? Қалың мал. Алтын балық. Мал. Стоп! Ойбай. Сол ответі
жауапты жазамыз бір бірімізге көрсетпейміз. Ай, осы ойынның шаруасы бітті ау. Жота мен де сезіп тұрған жақтың сол жағымның жаман самал жел есіп атқан сияқты ғой менің. Неге? Білмеймін ғой, бір азаматта сол бойы түсінбей кеткен сияқты. Соңына дейін Соңына дейін тек бүйтіп атты ғой. жоқ күнір не ғой негізі ұстап көрші біз де адамбыз ғой бізге де қарап жоқ сіздер түсіндіңіздер ғой сәкен түсінбей жатыр Жоқ, мен жақсы түсіндім. Мен жабысқан кезде сразу түсіндім. егер де біздің өзіміз түсініп алсақ біз ақ айтамыз оған түсіндіріп сен түсіндің ғой сен де түсіндің қай түсінемін аузындағы Түсіндім деп ойлаймын, білмеймін, бірақ бізге сұрақтың дұрыс жауабын абаймен күшті тіл табысады екенмін Мен түсінгенім ақша деді, алтын деді, сөйтіп маған құшақтады. Мен ана келіншек қызды береді, артынан кететін сол не екен есіме түсіре алмады, кейін есіме түсті, сол қалың мал. Дұрыс па? Дұрыс па? Қалың мал. Менікі де қалың мал. көрсете берейік па бола ма Қалың мал. Ракушка жемчужина көрсетіп жатыр ма деп ойладым. Сен бүйткенде жемчужина көрсетіп жатыр Мен ма бірінші деп. алтын балық дедім ғой. Алтын балық дедім. Жоқ, не сұрақ қандай сұрақ? қазақтың салт дәстүрі бойынша құда түсу рәсіміне келген соң күйеу жағы келін жаққа не төлейді Не төлейді? Ашып жауабын көрейік енді. қалың мал Молодец, Күнір. Бізде бірінші сұрақтан мынау жақсы бастадық. Бірінші сұрақты алдық. Рахмет. Бірақ енді бұл нәрсені Күннұр білмесе білмедім енді. Басқа бұл өзі нәрсені. негізі қай жердікі болады қай жердікі өзі Өзі осы білмеймін, Қазақстан бір жері ғой. жоқ мен қанаттың жерлесімін арыстікі ғой жігіттер между прочим вот оңай емес міне шашу қалың малға Күннұрға айналайын Құрметті достар, біздің каналға тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар. Біздің каналға тіркелген адамдар ғана келесі ешкім көрмеген шығарылымды көретін болады. Асыңыздар, тіркеліңіздер достар, өкінбейсіздер. Пікір қалдырыңыздар. Сонымен айқайлайық жобасының екінші сұрағын біз Күннұрмен бірге қазір іздеп табатын боламыз. Жауабын екінші сұрақ кеттік. Массагет халқының ханшайымы Тамирис парсының қай патшасының басын қан толтырылған еске батырған деймді ашық жерді ұнақлады. ұзақ ма не соншалықты Қай патшасы? Карточканы аударып қойыңыз. Біздің хан қыз дауыстап Тамирис патша Тамирис кімнің басын кесті? Тамирис кімнің басын кесті? Кім кесті ма? Кір басын кесілген Кімнің басын кесін ба? Стоп! Не жазамыз бұл жерге? Недагон. қазақ атамыз Негізі сұрақ, ұзақ сұрақ болды деймеймше. Оқып отырмыншы екінші рет оқыдым сендерге жауап айту керек ұмытып кетіппін ғой. Өзім ойланып отырмын ғой бір кезде. Бұл енді тарихи оқиға. тарихи оқуға болды ма или анау анекдот ұзақ кетіп жатыр Мен құрттым ау деймін жігіттер. Жалғыз сен емес, бәріміз құртты ғой шамасы. Жоқ, мен басында былай түсіндірілді. Тамирис, дұрыс па? Тамирис ханшайым деді. Сен не ал дедің? Басын шауып алды деді. Кімнің басын шапты? Мен Тамиристің басы шабылды деп түсіндім. Тамиристің түсінбедім, кімнің басы шабылған? Тамирис кімнің басын алды? Тамирис кімнің басын шапты деген әңгіме ғой бұл. Мен соны вообще түсінбедім. Сен түсіндің ғой мен сұрағымды, иә? Кир дедім мен. Сосын сен кир дегенсің, мен де кир деп жаздым. Кир дегенсің, кир деп жаздым болғанда. Кирмейді не аты? Кир екен ғой сіздікі.
үндемей отырып Сіздер көрсетсеңіздерші, пока ана оқымай тұрайын ба? Менікі Томирис. Ей, айналайын, міне. Жігіттер менікі. Итінесі! Сен бүй. Ей, Томирис! Жоқ, Томиристі таптым ғой, мен өзім айттым ғой Томирис. Ей, жоқ, білмеймін ғой, мынау ит екесің деген сияқты қылып айттым ма? Бірдеңе қылып айтқаннан кейін менен. Томиристі мен де түсіндім былай ғой. ғой, сұрақты оқиық. Ұзақ сұрақты ше, ұзақ тыңдайықшы, оқыш. Массагет халқының ханшайымы Томирис парсының қай патшасының басын қан толтырған меске батырған? Жауабы? Оқиын ба? Парсының қай патшасының басын қан толтырылған меске батырған? Күйір. Күйір. Абай ит екесін ше. Ит болғанда қайсысың? Сәке, сен ғой ит деген. Мен ит деген жоқпын, Абай. Куәгерлер бар. Шәріп, кир де бар. Абай, итің мына жақта жатыр, Томирисің ана жақта қалай Мен сен? басында Томириспен басталды да, бірақ мен ұзақ оқыды ғой дедім да, мен что-то логически ойландым да, ол Томирис бола салуы мүмкін емес, себебі ол ұзақ оқыды. Жоқ, мен сол фильм мысалға сол Кейін мынадан кейін мен ұзақ. түсіндім, басын шапқан патшаның аты кім, примерно соған уже логически соған кетіп қалдым да. Мамандығына 100 мыңыз жоқ па енді біздің? 100 мыңыз бар ғой заты бірінші сұрақтан. Екінші енді әлі Не ғой, болды ғой, ана ұтқан 100 ұтылдық қой уже. әлі алда 5 сұрақ бар, күндір. Зато бір минутымыз бар. Сұрақтың жауабын таба алмай қалсақ қалай еді? Біз бір рет жылайсың, екі рет жылайсың, ит күлді ғой. Жоқ, соңғы момент ана басын шабылған дегенді. Мен анау бір ит екесің дегенге келдім ма? Менше Томиристен кейін арғы мен сендерге Томирис деп Өмірлерінде қашан көрдіңдер мына ит екесің деген білдіретін? білмеймін. Жоқ, сәкен, жоқ, өзі Томирис деп айтылып жатыр, Томирис болсын. Томирис деп жазылмайды ғой. Иә, мейлі, ол бәрі табылды ғой. Мен былай қылайық. Көңіл күйімізді түсірмейік. Күнір, көңілімізді түсірмейік. Біз бір сұрақ дұрыс. Сенде айып жоқ, айып бізден. Оны сен бұндай қиын сұрақ қоймасаңдаршы. Ұйымдастыру алқасы не деген масқара, не деген бәле, бұл қиын сұрақ қоймасаңдаршы, өтініш. Ал, достар, қайықпаймыз. Біз әрмен қарап жалғастырамыз. Үшінші сұрақ бізде. Бастайық. Жұлдызнамада зодиак белгілерінде 5-ші белгі? Ойбай! Жұлдызнама! Ойбай! Ау, примерно, жауап, сұрақ. Жұлдызнама. Үйде не бар? Жұлдызнама. 5-ші. 5 жігіт. 5 жігіт. Не ол? Жұлдызнама. Жұлдызнамада 5-ші. 5 жігіт. Жұлдызнама. Жұлдыз сапа? Не дейсің? Жұлдызнама. Жұлдыз сапа? Не ол сұрақ? 5 жігіт дейді. 5 жігіт. Тоқты. 5-ші. Уля, шатасың. Гороскоп. 5-ші. Кім? Тоқты ма? Тоқты, по-моему, бірінші. Ну, енді сұрақ түсіндір ғой, где-то. Енді санаңдар, есептеңдер, ол қай айдан басталатын еді, өшеті? Жазам. Жоқ, қандай еді менің алдым? Неден басталатын еді ол? Туы бірай. Ай, осы жерде болады ау. Қалай? Ал, бұл негізі енді ер азаматтар ішлей болған сене білмейді ғой. Қыздар көп жақсы көретін, жас қыздардың бір жақсы көретін дүниесі ғой, соны тексеріп, соны аңдып. Иә. Қалай болады? Руын білмесе де түсіндір ғой, гороскопта? Жоқ, ол сұрағын түсіндік қой, бірақ 5-шісі қайсысы оның ішінде? 5 жігіт деп мен не айтып жатырмын сонда? Мен 5 жігіт деп түсіндім ғой вообще-то. Жұлдызнама дедім ғой, қазақша жазып қойдық, переводын таппай. Қой, мақұл, кім не деді, оны жұлдызнама екен бәрі түсіндік, бірақ ол 5-ші. Мен кейінен түсіндім мен де. Не еді, сәкен сен
айттым ғой жаңа 5-ші. Шын ба сол? Мен саған сеніп жаздым. Мен басқа өзгерттім өзім пікірім, басқашалап жаздым. Да? Жұрттың бәрі айтып деп қойсай. Өзгертуге Мен бола ма? басын айтайыншы онда. Мен білмеймін, бірақ жаза салдым. Айтуын айттым, бірақ басқашалап жаздым. Мен мерген дей салдым, себебі басын өзі бір көрсеттім да, стрелец. В общем, кім нені біледі, соны жазды деймін. В общем, былай ғой жігіттер, мен 6-шы аймында, мен шаямын. Менған дейін бір құдай біледі, менен кейін бірақ менен кейін мен арыстан екен білем. Арыстан. Сенен кейін ба арыстан? Менен кейін. Маған дейін торпақ дедің ғой сені, торпақ ал. Мен де торпақ деп жазайын дедім да. Сөйтіп таразы деп жүрдім. 5-ші стул таразы емес пе? Менікі арыстан, менікі де. Мен сенікімен бірдей. Таразы емес пе? 7-ші ай екен ғой. Жоқ, 7-ші ай, мен 7-ші айым шаямын. Жоқ, Енді ол 6 мен 7. дұрыс қой енді, ол Ну, ортасынан короче, басталады. не болса да дұрыс шықпады ғой. Бесеумізге дестік. Ана, олар өзі январь-февральдан басталмайды жұлдызнама өзі. Сұрағын оқыңызшы бірінші, сұрағын оқыңыз. Жұлдызнамада 5-ші белгі. Арыстан. Арыстан? Екеуміз негізі жақсы Топас Мен екенсіңдер. білмеймін дедім, бірден айттым, мен август қой. білмеймін. Жоқ, олар айтып жатыр ғой, январьдан бастамайды. Гороскоп январьдан бастамайды. бастамайды. Ол жұлдызнама өзі негіз торпақтан бастала ма, өрбелі ол? Мен білетін болсам. Овеннен бастала ма, сондай? Овен сот. Овеннен бастала ма? Ол торпақ емес, тоқты. Тоқтыдан бастала ма, сондай, иә. Августте туылған ана бір бауырымыз. Арыстан ғой, қалай арыстан болып жүр онда? Апрельден басталады, апрель. В общем, күннің екеумізден басқаларың үшеуің бар ғой, екесіңдер негізі бар ғой. Бәрі есептермен. Мен әшейін жаза саған жоқпын саған. Мен білем. Ол 5-ші. Мен жұлдызнамалар бірден айттым. Мен қақпаймын жұлдызнаманы. Мен оқымаймын да жұлдызнаманы естімеймін. Мен де оқымаймын. Дәнегер ол. Сенбеймін да мен бұл нәрсеге. Жоқ, сену сенбеуді емес. Адам барлық ақпаратты біліп кішкене мынау. Мен IQ-ім жоғары не. Жаңағына кирді ит дегендей ма? Солмаса барлық ақпаратты қамтитын сол ма? Жоқ, мен оны. Мен кирді білген дұрыс, мен мына арыстаннан гөрі. Яла мен бұл жұлдызнама. Арыстанды енді білсең неге айтпайсың? Бір аузынан бір сөз шыққан жоқ. Арыстан білетін болсаң, арыстан демейсің. Мен соңғы жағында түсіндім да. Жұлдызнамада нені біле, соны жаза салған ғой. Жоқ. Күннұр ше, күннұр тек қана сендерге түсіндіріп жатты. Сен өзің беттің. Маған соңғы 3 секундта бүйтіп қарады, жұлдызнама 5 деді, мен сразу арыстан дедім. Жарайды. Абай болған адам басқа адам орасан. Бұл жерде шын мәнісінде біз енді бір топ болғаннан кейін, бәрімізге ортақ сұрақ болғаннан кейін, біреуміз ортқаннан кейін әрине. Ал енді 1, 2, 3. Жалғастырайық. Бізде кезекте 4-ші сұрақ. Достар, бірге айқайлайық. 4-ші сұраққа бәріміз бірге атсалысып жауап берейік. Табайықшы, ұятта болып жатыр. Ақан сенің жылдығы Балқадиша әкесінің. Балқадиша. Балқадиша. Балашаға? Балқадиша. 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 Маратышка. Мамаша? Маратышка. Балқадиша. Балқадиша. Ха-а-диша. Балқадиша. Балаша? Маратышка. Балқадиша. Балқадишаның әкесінің аты кім, короче? Балқадишаның папасы. Папасы. Балқадишаның папасы. Балқадиша. Маратышка. Папасы. Балқадишаның. Балайша ма? Мынау что-то Екеуі болмады. сұрақты түсінген жоқ, сен екеуің. Мен сұрақты түсінген Сен жауап білдіңіз ба? Қайтып? Күнде жауап білдің бе сен? Жоқ. Жазақ, кейін талқылаймыз. Сразу оңы. Тұра тұр, ол әнде бар ғой оның. Мен осылай естідім. Бәрі Мен балашиха деп естідім, балабақша деп естідім, одан кейін папасы деп естідім. Сен дұрыс естідің ғой, Мен өте дұрыс естідім. Бұл есімей, бұл ерінен оқиды. Аузыңызға қарайды сразу. Жаздың ба? Жоқ, білмеймін ғой.
Енді бірдеңе жазу керек. Жазу керек қой бұл жерде. Бірдеңе жазу керек. Бізге айтып алды да білмеймін ғой дегеніз. Жауабын білмеймін да. Жоқ. Ойлап жауап. Бірдеңе жазу керек, Күнір. Міндетті түрде бірдеңе жазу керек. Білмедім деп емес. Өле сол бағана жауап жоқ дедім мен сонда сен. Білмеймін ғой, не жазам еді. Білмеймін, бірдеңе жазу керек енді. Білмесем. Сұрағын айтуым керек еді ғой. Жоқ, сәкен ғой бірдеңе жазсыншы. Жазу керек карточкаға. Не жазам ядный. Енді тез бірдеңе жазайық енді. Бұл жаз қойдың. Ал, Данекер сенен бастайық енді. Мен біріншіден сұрақты еш түсіндірілмеді маған. Сұрақ түсінбедіңдер осылар, Сәкен сен де түсіндіріп сол. Тілмен, сөзбен, А, Л, Ш деген әріптермен мен әріппен әріп құрастырдым бұл сөзді. Балаша дедім, білмеймін неге. Сен вообще-то не түсіндің, апай? Мен іштеңе түсінген жоқпын сұрағын. Бұл маған іштеңе сұрақ Өле жа түсіндім. Жоқ, алдынан оқыған бойынша Маратышка деп оқыдым. Маратышка дедіңіз? Жоқ. Я деп қойылмын ойша. Жоқ, маратышка деген сөз бар ма не? Абай. Жоқ, білмеймін ғой. Итің дұрыс сөз ғой жаңа маратышкадан Жоқ, Маратышка ма десем, я деп жатыр ғой енді. Сәкен. Сәкен сенше? Папасы. Бала. Папасы. Балқадишаның папасына тігіп. Папасы деді мен. Таза түсіндім мен. Папасы. Папасы. Сұрақты оқысыншы. Ja, сен не дедің? Ja, сен не дедің? Тоқтасай. Жауапты все қанат не Ахан серінің жыр толғауында Балқадишаның әкесін атығым. Балқадишаны түсінгесін да? Балқадишаның Папасына түсін. Міне Ахан қайда? Балқадиша. Міне. Ана. Әкесінің аты кім мен соның? Маған Балқадиша деді ғой. Папасы. Балқадиша. Сен жоқ, сен не деп жаздың, көрейік та? Ят қой. Не көрейік та кән? Мади. Мәди. Не Күннұр. Папасы деген сөз шыққан жоқ, әкесі деген. Няқа қарап айттым, оны саған айтып үлгермедім. Маратышка деген. Абырай. Абырай. Әнге бар Абырайдың Балқадиша. Балқадиша деген мен вообще түсінбедім. Сен Балқадиша деген мен Маратышка. Әдемі түсіндім деп жатсың. Жоқ, Маратышка дедің ғой сен. Бәрінен стоп деп бәріміз тоқтатып қойды. Болды, кетті. Бесінші сұрақ бар Мен бізде? Маратышка деген сонда бір мультфильм ба бір бәле бар сияқты да сол. Жоқ па ондай? Не сөз ол Маратышка? Жалғастырайық. Бізде кезекте бесінші сұрақ. Біз бесінші сұраққа көшеміз, достар. Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе гүл. Болма? Bir söz. Toxta. Şunlar. Gül. Gül. Болма? Бол. Жаз. Гүл, үш әріп. Бол, досрочный. Стоп, бізде досрочный айтып. Точно ма? Точно. Тыныш жазайық. Анау. Bir не қылды ғой, білетін жауап келді сразу. Оңай сұрақ тұста дейм, ә? Сразу. Bir оңай сұрақ келді дейм. Мейлі әйтеуір, дұрыс жауап болса болып та әйтеуір. Қанат, сен сразу суретінен бастайықшы. Енді жауапты күл деді ғой, кәдімгі көмірдің күлі ма? Сөйткен жоқ па не? Мына көмір ма енді бұл? Қысай ма күлге? Күл. Менікі гүл. Гүл. В общем, гүл. Бәсе. Қош. Жауапты көрейік. Жауап. Я, точно айттым ғой. Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі. Бір, екі, үш. Бүгіндікке екінші рет болды бә? Екі болды, әлі де. 2 минут. Бес сұрақтың 2 минут жауап бердік, ә? Қақы минутымыз бар, ә? Бізде 2 минутпен ұтып жатыр адамдар. Да? Әлі 2 сұрақ бар, 2 сұрақты алсақ 4 минут жаман емес, ол жақсы. Я, бізде айқайлек жобасы кезекте 6-шы сұрақ. Мамандық Чарли Чаплин, Арнольд Шварценеггер, Асан Ашин, бұлар кімде? Біз актер.
Аю. Актер. 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 Артос. Аю. Актер. Антон. Актер. Антон. Ақжол. Актер. Ақжол. Бізге түсіндірсе. Актер. Yo. Қарымтоп. Агент. Актер. Ақнұр. Актер. Актер. Ашок. Актер. Ақтөс. Актер. Ақтөс. Актер. Актер. Актриса. Сәкен сондай ма өзі? Ондай емеспін мен. Нормально. Жазайық, бірінші жазайық. Ешқандай сөзсіз жазайық. Менің түсінігім бойынша бұл сұрақты да біз алған. Өмірімде бір-ақ рет КВН ойнаған болды сонда. Сразу бірінші орындағым. Постоянно бәрін айтамын. Бір-ақ рет ойнап сразу бірінші орындағым КВН. Ал мынау мырзалар. Иә. Мынау сымақтар дейді ғой әкең. Мынау сымақтар. Бұлар өзі үйтіп. Мен басында негізі ашот деп түсіндім. Бір адам жоқ сөздерді айтады деген. Ашот бет-бетті, сосын ашот дұрыс емес шығар дедім да. Ашот деген қазаққа дым қатысы жоқ қой. Ашок дедім. Бүйтіп мына бесеуіміз дейді, тоқпыз дейді. Бесеуімізді тоқ деп ойладым. Бесеуімізді тоқ отырмыз деп. Жоқ, менікі актер. Актер ма? Иә, менікі де актер. Менің түсінгенімше Ақжол. Ақжол. Өтірік айтпа. Кейін аяжанда бар. Күл деген. Сұрақты оқиық. Мамандық Чарли Чаплин. Арнольд Шварценеггер. Асан Әжішімов. Сәкен. Бұлар кімдер? Актер. Бір, екі, үш. Жақсы. Үш жауап. Жауабын таптық. Соңғы сұрақ па енді? Таптық. Актерларға рахмет. Карточкаларды оқытайық. Иә, достар, бізде өте қуанышты сәт. Біз ал сұрақтың үшеуіне жауап бердік. Бізге каналымызға жазылыңыздар. Достар, пікір қалдырыңыздар. Кім қалай ойнап жатыр? Егер сіз біздің каналымызға жаздырсаңыз, біздің келесі қонағымызбен болған шығарылымды сіз бәрінен бірінші болып көресіз. Арғы жалғастырақ. Еске сала кетейік, бүгін бізде қонақта әрине өздеріңіздің ең жақсы көретін актрисаларыңыз Күннұр бізде қонақта. Ал кезекте 7-ші сұрақ Күннұрмен бірге. Кеттік достар. Құдай, оңай сұрақ. Бекзат Саттарханов бокстан олимпиада чемпиондығын қай қалада Сидней. Шеге. Шеге. Сид. Сидней. Негізі не ол? Сидней. Қала. Сидней. 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 Қала. Сидней. Австралия. Сидней. Сидней, Австралия. Сидней. Ей, попас бер қарсай. Қала деп Олимпиада. Австралия. Сидней. Кәші, бір-бір жазасыңдар сендер. Мен әріптеп көрсеткен жазыңдар. Мақыл. Сөйте дұрыс болмай қалса, я? Осылайын деді ғой, жағында. Қалай екенін түсіндім, бірақ қай мемлекеттің қаласы екенін түсінбедім да. Жас болдыңдар ма? Сұрақ мынандай болғаны дейме, Олимпиада астанасы. Олимпиада болған елдің астанасы. Кейін айтамыз, сұрақты. Мен бәріміз Сидней деп жазған сияқтымыз ғой? Сидней. Я, потому что мен әріптеп нет бермін ғой да. Надеюсь, дұрыс шығар. Сұрақты оқыш, сұрақты.
Бекзат Саттарханов бокстан олимпиада чемпиондығын қай қалада жеңіп алды? Сидней. Дұрыс Сидней қой, олимпиадасы. Кән? Сидней. 1, 2, 3. Мен басында бет ойладым. Сидей деп па мен вообще кейін барып түсіндім. Супер ойынға келіп қаптыңыз ғой? Супер ойынға. Жақында. Күннұр молодец. Бізде қазір 4 минут 4 сұраққа жауап бер. Біздің еншімізде 4 минут бар. Ол супер ойында бізде қазір көмегін тигізетін болады. Супер ойынның ережесі мынандай, Күннұр, қазір бізде берілген 4 минут бар ғой, 4 минут тоқтамай артқа қарай айналып тұрады. Енді біз саған түсіндіреміз, кезегімен түсіндіреміз. Сен мысалға жауап беріп отырасың, мысалға жаңағы Бекзат Саттархановтың несі қандай деген сияқты, мысалға сен Австралия, Европа айтып кетіп кетсің, Сидней деген кезде көк түс жанса, демек дұрыс жауап, тоқтауға болмайды. Сосын арғы жасыл түс жанған кезде ары қарай кете беріп 4 минутта біз төртеуміз саған түсіндіріп үлгеруіміз керек. Сіздер сұрақ қоясыздар да маған? Біз қоямыз. Мынаны біртіндеп аласыздар. Иә, біртіндеп. Ал енді сұрақ, қай жақтан бастайық? Былай қарай дұрыс па? Былай қарай дұрыс па или былай қарай дұрыс па? Қалай бастаймыз? Сен жақтан дұрыс. Ай, бәрекет. Абай сенен бастайды. Менен бастаймыз ба? Абай, Сәкен, жақ. Қанат мен ба? Или Абай, Дәнекер, Қанат мен ба? Жоқ, сен екеуің. Сосын Қанат пен Дәнекер. Иә, ол қонақтың өзінің қалауы. Болды, жарайды. Онда Тағдан киеміз бе? киеміз? Иә, киеміз. Достар, Күннұр, тоқтамай айта беру керек. Жарайды ма? Бізде Күннұр ханыммен супер финал. Бізде 4 минут бар. Кеттік. Абай бастайды. Көне грек мифологиясында көзі таңғышпен таңылған әділ соттың құдай анасы Фемиданың бір қолында семсер, екінші қолында не бар? Мәміне! Бітті, ұтылдық деймін. Көне грек мифологиясы. Мифология. Фемиданың бір қолында семсер, екінші қолында не бар? Не бар? Ол не? Фемида. Маған айтса, менің сұрағым. Фемида ше, баяғыда Маған айтса. баяғыда дәулеттер Фемида деген КВН команда бар еді. Дауыстап айтсай. Немене көріп жатыр ау? Дауыстап айтсай. Көне грек мифологиясы. Көне грек мифологиясында көзі таңғышпен таңылған. Пират деші. Фемида көзін жұмып алған, бір қолында семсер, бір қолында таразы болады. Не болды? Өзімде түсінбедім, не болды? Босай, мынау топас екен ғой. Айта берші. Білмейсің бе де? Қайсы туысқан жақсы болса, әкеңде болады. Маған Қайсы қарап туысқан жақсы болса, әкеңде болады деген. Орыс! Маған қарап айтшы. Қара Қытай басқанда орыс көшінің нағашындай болады деген бар. Оңтүстік Қазақстан облысы ма? Қайсы туысқан жақсы болса, әкеңде болады деген. Қайсы туысқан жақсы болса, әкеңде болады деген. Қайсы туысқан жақсы болса, әкеңде болады деген. Әкеңде болады. Әкеңде Жезден жақсылық әкеңдей болмаса. Давай. 16 қыз әнде орындаушының астына мінген аттың есімі. 16 қыз әнінде орындаушының астына мінген аттың аты. Аттың аты. 16 қыз. Я, майор. 16 қыз әнінде. Генадушка, астында Генадушка, дарарирам. Оқсай, дауыстап оқыш. Жестірнақ. Сенігі не болды? Музыканы өшірек. Жігіттер, мен шынымды айтсам білмейді екенмін, мен ол кімнен. Міне қарасай, көне грек мифологиясында көз таңғышпен таңылған әділ соттың құдай анасы Фемиданың бір қолында семсер, екінші қолында не бар? Иә, Фемиданың көз жабық, бір қолында семсер, бір қолында таразы болады. Тараз.
О, міне оқыған көз ашық. Жасылжанды Міне арыстікі тем более. Таразы? Дұрыс. Мен сұрағымды вообще түсінбедім. Менікі мынандай, менікі білмеймін, мен оңай сияқты, бірақ мен білмедім қайсы туысқан жақсы болса әкеңдей болады деген. Жездең жақсы. Жезден сон айтамын ба, білмей қалдым. Жезден сон білмедің бе сәкен? О сенікі ұят екен. Жезде. Жоқ, қараса, мынандай ғой, екеуі қарайды. Сен өзің де білмедің ғой? Мен оқып жатырмын, 16 қыз әнінде орындаушының астына мінген аттың есімі бүйтіп айтып жатырмын ғой, атты. Айтты ғой. Иә, сосын ана әнді ескізіп. Астында Геннадушка. Иә, білдім, мен білем. Ең оңай менікі бопты. Ертегілерде ұзын бойлы, тырнақтары пышақтай өткір, Жапандағы жалғыз әйел кейпінде суреттелінген кейіпкер. Болды. Жесірнанес. Мен саған жесірнақ. Баба Яга. Мен мынау бүгінгі ойынды қорытындылайық. Бүгін бізде тағы да айта кетейік, өздеріңізге танымал әрине Күннұр ханым бізде қонақта болды. Жетер. Күннұр ханым, рахмет. Осындай бір қызықты, керемет бізге осындай мына бүгінгі көрермендермен осындай интеллектуалды керемет ойын ойнадық. Ең күшті жер мына жер. Финанстық жағында айтып жүрсеңші. Финанс жағына бұл да бізде бірінші бөлімде 400 мың теңге. 7 сұрақтың біз төртеуіне жауап бердік. 400 мың теңге. Енді супер игра оған қосымша тағы 500 мың теңге. Соның бар жоқ 900 мың теңге. 900 мың теңге достар. Күннұр ханымды құттықтап қойсаңыздар болады. Бәрекелді. Ал енді достар, құдай қаласа, келесі қонақ кім болады біздің арнамыздың астына жазып кетіңіздер. Қызық болсын, кім екенін бірінші білсек, ол Нұрсын Нұрболат және подписка бөлігіне жазылып, подписация етіп, обновление жүргізсеңіздер, келесі қонақты бірден кезексіз көре аласыздар. Жазылыңыздар біздің арнада, бізбен бірге болыңыздар. Мейрам Академиясына тағы да алғыс айтамыз.